Сәлем достар, бүгін біздің үйдегі пайдасы өте көп кішкентай жәндікпен таныстырмақшымын. Бұл біздің үйде өмір сүріп жатқанына 3-4 жыл болды. Бұны біз бетке табиғи маска ретінде пайдаланамыз. Бұл беттегі ең бірінші угрилерді, безеулерді кетіруге көмектеседі, және де дақтарды, одан кейін майда әжімдерді кетіруге көмектеседі. Бұның өзінің сөлі бар, денесінде сілемейі бар. Соны бетке өзі жүреді, бетке қойсаңыздар, жүріп сілемейлерін жағады. Жаққаннан кейін бетті 1 сағаттай жумай, пленка сияқты болып тұрады, жумай жүресіздер. 1 сағаттан кейін жуып тастайсыздар жылы сумен. 10 күндей қайталасаңыздар, беттеріңізде нәтиже болады. Беттеріңіздің нервтерін демалдырады, беттеріңіздің тыныс жолдарын ашады, және жаңағы угриларды кетіруге үлкен септігі бар. Улудың жаңағы сілемейінде өте бетке қажетті, теріге қажетті витаминдер көп. Ол зерттелген, улу терапиясын қолданып, халықтар, қыз-келіншектер барып, осы улу терапиясын ақшаға қабылдап жүр. Осылай улуды үйлеріңізде асырап, табиғи масканы қолдансаңыздар болады. Бұл тамақ таңдамайды. Біз витамин ретінде көбінесе огурцы, грек тілінен береміз. Ыдысы құрғақ болып қалмау керек, күніге жуып тазалап отыру керек. Су ішеді, бұлар сулы болып тұрады. Салқын жерді ұнатпайды, ыстық жерді ұнатпайды, күннің астында тұрған болмайды. Өліп қалуы мүмкін. Суықта да бүрісіп, жайсызданып, бұлар өліп қалады. Күніге жуып тазалап, ыдыстарын, огурцы, жаңа капуста, жұмыртқаның қабығын езіп береміз кей кезде. Ал үйде қандай зат болмай қалса, қыстың күндері огурцы таппай қалсақ, ондай кезде кей кезде нан, ет беріп қоямыз. Өзіміздің неге үйреніп, бұл да ет жейтін болып кетті, қазақтың ұлы болып кетті. Кей кезде ол тасының арасына кіріп, көрінбей кетеді. Бұл жарықты онша қатты көре бермейді, көздері онша көрмейді. Жарық пен қараңғыны ғана сәл ғана ажырата алады. Ең бірінші, бұны жуып тазалағаннан кейін бетіңізді де жуып тазалайсыз. Ешқандай косметика болмау керек, химикат болмау керек. Сол кезде бетіңізге қоясыз, өзі жайлап, бетіңізге жайыла бастайды. Кей кезде өзі тырысып, мазасы болмай тұрады, ол кезде бетіңізде жүрмейді. Көбінесе бетіңізде ол жүреді жылы болғаннан кейін. Сосын ары бері жүріп, өзіңіз сілемейін жағады. Ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Бірінші кезде түсі суы қорқынышты болады, кейіннен үйреніп кетесіздер. Бетіңізде арлы бері жүреді. Бұлардың тістері бар, кей кезде тістейді. Оны қорқып, улуды лақтырып ұстап жіберудің қажеті жоқ. Шым-шым етіп, кәдімгі шымал шаққан сияқты тістейді. Сол үшін улуды алдын ала тойдырып қою керек. Тоқ болса да, кей кезде бетіңіз тәтті болып кетсе, тістеп алады, бетіңізді сүйіп алады. Сөйтіп пайдалана беруге болады. Бірақ бетте тыртық қалдырмайды, тістері қатты өткір емес. Улуларды үй жағдайында осылай күтіп баптап, өзімізге керегімізше пайдалануға болады. Мен көбінесе улуды кухняда, көп жүретін жерде, өзіме көрініп тұратын жерде қойып қоямын. Кей кезде жуындырып қойса, қарын тоқ кезде осылай кухнямның төбесінде де шығып, астына де шығып, кей кезде таппай қаламын, шарлап кетеді, ары бері жай жүрсе де, өте бір орында тұрмай кетеді. Ол жағдайының жақсы екенін білдіреді. Олар тамақ жегеннен кейін бұлардың да дәреті болады. Кіші дәретін білмеймін, енді үлкен дәреті болады. Сәбіз жесе сары, кәдімгі шуалсаң сияқты, жіп сияқты болып шығады. Жұмыртқа жесе ақ болады, огурцы жесе жасыл болады. Олар кей кезде витаминді топырақтан да алуы мүмкін. Сол үшін гүлдің топырағы дымқылдау болып тұрған кезде бір 2-3 сағаттай қойып алу керек. Өзіне керекті витаминді алуы мүмкін.
бар жағдайды жасап, одан кейін бұлар жұмыртқалайды. Мынау мойынның жанында бір тесік бар, сол жерден жұмыртқа шығады. Кейбір кезде бір ұлу бар тұғын, бұдан бөлек қасында ол 200-дей, 200 емес, почти бұлар 200-дей жұмыртқа туады. Ол шамамен 30-дай жұмыртқа туды. Біз оны күтіп баптай алмадық. Туғаннан кейін оларда қандай жағдайда болу керек екенін білмегеннен кейін ол көп ұзамай бір аптаның ішінде өліп қалды. Және де жұмыртқаларын біз ішінен ұлу шығарамадық, жөнді білмедік, құрғап кетті, көбісі біреулері көгеріп кетті. Мынаны жерде өзіміздің бетімізге қойып маска ретінде пайдаланып жатырмыз. Бұл ұлудың өмір сүріп жатқанына биыл 4 жыл болады. Почти жасы 5 жаста.